Сәлем достар, мен сіздермен бүгін жуындырып аламыз баланы. Кішкентай қырқынан шықпаған балаға массаж жасау соны үйрететін боламын. Ол үшін біз баламызды бірінші жылы ванна қабылдатып жуындырып аламыз. Кебіндіріп осылай жатқызамыз және де майымызды жағып сипалай беретін боламыз. Және баланы, кішкентай балаларды қатты созғылап қажеті жоқ, себебі олардың сүйектері, буындары әлсіз шығып кетуі мүмкін. Сол үшін балаға қатты күш салмаймыз. Жай денесін сипалап қыздыратын боламыз. Неге көбінде балалардың іші кеуіп, іші желденіп, солай ауыратын болады. Сондықтан да ішін жиі уқалап тұратынбыз, сағат тілмен уқалаймыз ішін. Содан кейін өстіп қолдарын майлаймыз. Қолтық астылары, мысалы үшін кішкентай балалардың тез буғаны, базданып кетпес үшін жуындырғаннан кейін әдемілеп майлау керек. Бала жалпы сылап сипаумен өседі, сондықтан да 40-нан шыққанша 40 күн баламызды жуындырып майлайтын боламыз. Мінекей өстіп қатты күш салып созудың қажеті жоқ. Жеңіл қозғалыстар, жеңіл созулар қолданылады балаға. Осылай негізі жалпы массаж жасамас бұрын бөлменің температурасы 20-22 градус болу керек, сондай жылы болу керек, жарық болу керек, таза болу керек. Бала өзінің комфортына сезіну керек. Және де балаға массаж жасағанда құлағына, басына, бетіне тоже сипап-сылап кететін боламыз. Және де осы кішкентай балаларда көбінде жауырыны жабысып қалады, мойны қисайып бір жаққа қарай. Соны болдырмас үшін әр сипаған сайын жауырынын қадағалап отыру керек. Жауырыны жабысқан жоқ па, жабысты ма, соны қадағалау керек. Және де мойнына мән беру керек. Кішкентай балалардың жалпы жауырыны тез жабысып қалады. Сондықтан да жас аналар осыған мән берсеңіздер деймін. Және де баланы емізген кезде екі жақпен кезек-кезек емізу керек. Сол кезде баланың мойны бір жаққа қарай қисайып қалмайды. Жалпы массаж иммундық жүйені сауықтырып, және денедегі лимфа мен қан айналымын жақсартады. Бала жақсы ұйықтайтын болады. Және де массаж кішкентай балаларға, жаңа туған балаларға 5-10 минуттан артық жасалмайды. Мінекей іші, бізде балалардың көбінде іші желденіп кетеді. Мінекей осы жаттығу жасасаңыздар, баланы осырып, үлкен дәретке бара алмай жүрсе баратын болады. Біріншіден осы жоғарыдан төмен қарай жүргізіп, одан кейін осы екі бүйірден алып келеміз. Осылай сағат тілмен ішін уқалайтын боламыз. Міне осылай ақырын істейміз. Одан кейін аяқтарын бүгіп, осылай бақа сияқты осылай істейміз. Велосипед істейміз. Осыдан кейін міндетті түрде балаңыздың ішіндегі газдар шығып, үлкен дәретке бара алмай жүрсе баратын болады. Бұны әрбір жүргек ауыстырған сайын қайталасаңыздар болады. Егерде көп балалар жаңа туған кезде ішінде желі көп болады, желі қарысқыш болады. Сол кезде осы жаттығу өте тиімді. Міне баламызды қатты жұлқыламаймыз, бұлар бейтарап күйде болады. Қолдарын қаттырақ ұстайды, сондықтан да ақырын осылай жаттығу жасайтын боламыз. Әнекей жауырыны жабыстырған жоқ па, жабысты ма, осылай тексеріп қойсаңыздар да болады. Балаларымыз ауырмасын, аман болсын. Сау болыңыздар.